Және мына нәрсені ескеріңіздер. Мынау жалпы әйел кісілер оны білулеріңіз керек. Енді өлім хақ қой бәрімізге. Солай ғой. Сол сүйекке түсетін кейде әйел кісілер табылмай жатыр ғой. Қызы білмейді. Анасы қайтыс болды. Оның ең бірінші ақысы қызы түсу керек сүйекке. Ана құдағиы та бірдеңесі деген қою керек негізінде. Шариат бойынша сүйектің иелері болады. Мысалы, әкесі қайтыс болса, оның иелері балалары болады. Құдасы түссін, баласын мияға сырып тастайды. Бауыр түсіне жарайды, бауыр енді ол жуады ол. Құдасын іздейді, тағы кім құдай ол? Иә. Сол сияқты әйел кісілерді осы нәрсені білу керекті. Оны мешітте арнайы жаңағыдай жуатын біз бірнеше өз апалары бар, сонымен айналысып жүрген. Елдің бәрі соған сеніп алған. Сіздерге ашық айтайын. Біреу дұрыстап жумайды. Оны елдің бәрі мияқта ақшасын төлеп қойған деп күтіп отырады. Ана мешіттегі апаны алып келдік, қазір апаны жуындырады дейді. Қыздар сыртта күтіп отырады. Және қайталап айтамын. Ол сіз жуғандай жуа алмайды оны. Келеді ана біреу суды құйып тұрады. Екіншісі ана тездетіп, аударып, орап береді. Бол ақшасын алып та кетеді. Сүйектің иелері, әйел кісілер болса, оның қыздары ғой негізінде. Солардың хаққысы ол. Енді айтайын сіздерге, оның қиын түгі де жоқ. Мысалға, енді бәрің аналарымыз бар ғой. Қартайып қалған анаңызды шомылдырасыздар ғой. Мына дәл сондай шомылдыру. Жаңа мәйіт жатады, дәрет алғызасыздар. Жанында көмекшілер болады. Қолды енді киіп алып, дәрет алғызу керек. Бетін, майсек, аяғын дәрет алғызасыздар. Кейін оң жағынан бастап су құйып, ақырындап аударып, сол жағына кейін айда сабын неткен сулар болады. Сол сабындап денесін қайттан таза сумен құйып, кәдімгі шомылдырылады. Жақсылап құрғағанда ақ маталар болады, құрғатып, сүртіп ана жерде. Кейін ана бальзамдар болады, әдемі денесіне нетіп, басын жуып, әйел кісіде 5 кебін болады, бәрі дайындап береді ар жақтан. Соны ақырындап дұғасын айтып, хадисте келеді, әр мүшені жуған кезде дұғалар айтыңдар дейді. Ол араб тілінде дұғаны білмесеңіздер, қазақ тілінде айта бересіздер. Қол жуған кезде, Алла қолымен істеген күнәларын кешір. Бетті жуған кезде сондай бір көзімен қарап қойған күнәлар болса кешір деген мағынада дұға айтылады. Оны әдемілеп, өзінің жаңа сүйектің иелері жуып беру керек. Сол үшін соға дейінгі өздеріңіз жаңа дәретке мықты үйреніп аларыңыз керек. Жаңағыдай енді өмір болған екен, өлім жітім болады ғой. Ол кезде де жаңағыдай бөтен адамға жүгірмеуіміз керек. Оны сіздер білулеріңіз керек.